шаттық шеңбер жасап алайық аха. Келіңдер. Шаттық шеңбер. Домаланып тұра алайық. Келіңдер. Бәріміз тұрайық. Дөңгеленіп тұра алайық. Кел. Аяла кел ол. Кел Зарина, кел ол. Ұста. Сіз Заринаны қолын. Баста. Қуанамын мен де. Қуанасың сен де. Қуанады достар да. Арайлап атқан таңғы. Ой, жарайсыңдар балалар, орнымызға отырайық. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз пішіндер. Пішіндер сабағын өтеміз. Мынау бізде домалақ. Домалақ. Көрдіңіздер ғой, домалақ. Домалақтарға не жатады екен? Айтайықшы балалар кәдімгі. Күн домалақ. Түймеміз домалақ үстіміздегі. Машинаның баллондары домалақ болады. Екінші бізде пішіп төрт бұрыш. Төрт бұрыштың бұрыштарын санайықшы. Неше бұрыш бар екен төрт бұрышта? Төрт бұрыш бар екен. Жарайсыңдар балалар. Бізде тағы да бір пішіп үш бұрыш. Үш бұрыш деп айтамыз. Үш бұрыштың бұрыштарын санайықшы. Біреу, екеу, үшеу. Неше үш бұрыш болды бізде? Үш бұрыш болды. Жарайсыңдар балалар. Енай, экранға қарайды балалар. Экранға жаңа өткен дақылға не айттық? Не көріп тұрмыз қазір? Домалақтар. Бұрыштар бар ма домалақтардың? Домалақ болмайды домалақтар. Болмайды домалақтар. Жарайсыңдар. Мынау қандай пішін? Мынау қандай пішін? Тәуекел. Қандай пішін мынау тәуекел? Омар, төрт бұрыш. Төрт бұрыш. Ем, төрт бұрышты қайта санаймыз ба бұрыштарын? Санайықшы. Бір, екі, жарайсыңдар балалар. Мынау қандай пішін болды жаңа бізде? Үш бұрыш болды. Үш бұрыштың тағы да санайықшы. Біреу, екеу, үшеу. Ой, жарайсыңдар балалар. Енді қазір біз арада сендерге берілген не бар? Пішіндерді орналастырамыз, аха? Пішіндерді қай жерде қандай пішіндер тұр, соларды орын-орнына тауып қоямыз, аха? Тәуекел мен Омар істесін, Зарина мен Аяла. Тез-тез. Қай пішін қай жерде тұр, сол тез-тез тауып алайық. Жабыстырып қойып, тез-тез бала. Қояу. Омар мен Тәуекел аяқтады. Зарина мен Аяла аяқтады. Мынаны жабыстыра ғой. Мынау қандай пішін болды жаңа? Жабыстыра ғой. Жабыстыра ғой. Жарайсыңдар мұны балалар. Біз пішіндерді орналастырдық, аха, кигіз үйге пішіндерді орналастырып қойдық. Жарайсыңдар балалар. Енді біз осы пішіндерді достарын ортамызға шақырайық, аха. Қазір экранға көріп алайық, аха, пішіннің достары қандай екен.
сабақта өтеміз ақы? Бүгінгі өткен 3 пішінді ғана отыра бақы. Енді балалар біз мен сізге қазір жұмыс беріп ал кел, ақпаратқа қазір 3 бұрышты, 4 бұрышты біз басамыз ақы. Қазір мен сендерге фигура пішіндерді беріп, сол пішіндерді қағаздарға түсіреміз ақы. Қағаздардың бетіне пішіндерді түсіреміз. Қазір. Тыныш бәрімізге жетеді. Бәріміз орындаймыз ақа, қазір бәріміз. Мә, Омар, ұстай ғой. Ұстай ғой. Мә, ішіне маламыз. Малып, енді маған салайық. Қаттырақ басамыз. О, молодец. Омар қандай пішін шығарды? Домалақ пішін шығарды. Молодец. Жарайсың, Омар. Кел, тәуекел. Ұстай ғой. Маған басамыз. Ал, басамыз енді параққа. Тәуекел қандай пішінді басты? 4 бұрышты басты тәуекел. Молодец, жарайсың тәуекел. Кел, Зарина, мамыз, алады. Қаттырақ мамыға. Енді парағын басын қояу. Қатты басымыз. Қандай пішінді басты, Зарина? 3 бұрыш. Енді аялама. Қаттырақ басамыз. Енді ағын басамыз. Аяла қандай пішін басты? 4 бұрышты басты аяла. Алады. Ұстай. Кет. Ұстай. Камерасынан қандай нені шығарды? Пішінді? 3 бұрыш шығарды. 3 бұрыш. Кел. Бәрін кел оғай. Алам. Бәрін баса ғой. Қалаққа баса. Кән. Дарындықы домалақ боп шықты. Кел. Алимыр, кел. Кел, ұста. Алинұрдікі 3 бұрыш шықты. 3 бұрыш деп айтамыз, аға. 3 бұрышты істеді. Енді Нұрислам. Кел. Нинағын басайық. Нұрисламдікі шеңбер, домалақ боп шықты. Молодец, жарайсыңдар балалар. Енді бәріміз ортаға келіп, шарттық шеңбер орындайық. Келіңдер. Шарттық шеңбер. Кел. Тұр, ашын.
отырыңдар, орныңызға отырайық. Бүгінгі бізді қандай пішіндер өттік, балалар, енді қайта айтшы, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін мына доғалау, сосын төрт бұрыш аштық. Төрт бұрышта неше бұрыш болды жаңа санағанда? Төрт бұрыш болды ма? Мына үш бұрышта неше бұрыш болды? Үш бұрыш болды. Жарайсыңдар балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Рахмет, көп балаларға. Сабаққа күшті қатыстыңдар, жарайсыңдар балалар. Ертең тағы да пішіндердің достарымен танысамыз келесі сабақта. Жарай ма? Жақсы балалар, өте тамаша қатыстыңдар сабаққа.